Құдағалы кешегі шашылып жатқан рамымыз ғой. Мынау енді ішін қаптап дайындап қойдым. Мына жерде тройной болады. Мынау қазір рамының несімен, мына жерде қазір двойноймен тұр. Әлі бекітілген жоқ. Құда қаласа бұлардың бәрін бекітетін кезде ориленге қойылады полный рамы. Сосын ұзындығы осы. Так, 5-60 кузов түседі. Еще артына парков салынатын қылып істеп жатырмын. Кузовтың арты рамыдан кейін 15 см, 20 см ғана шығады. Парковтың шығатыны бар, сонымен кузовпен бірдей болып тұрады парков. Примерно есебім бойынша. Алардың бәрі заводский ұқсап бар тепіледі. Алар әлі бекітілмеген ғой. Әшейін қойып қойғанбыз. Алардың бәрі салынғаны кейін заводский болып бар тепіледі. Қалған, құда қаласа қалған ертең жұмыс барысында көрсетем. Алдар бәрі ашылып түсірген бұның. Құда қаласа осы. Бұны пока грунтовочный краскілейін. Детал 4-тік әкеп қойған екен. 4-тік бер жүріп істейтін бала. 5-тік ауыстырып келешін соны тоқтап тұрмыз бұл жерде. Сосын мына бір матиз бар. Осы матиздің мына крылас үшін авария не болған ғой, скоро болған ғой. Үстіп жалғайын деп отырық. Пока жұмыс барысында кейін көрсете жатам. Енді бұндай нәрсе негізі істемейтін ек. Амал жоқ істеп жатырық. Таныс адам болған екен. Үшім маған шыққамаса болды деген екен. Осылай жалға варт етейін деп жатырық. Есікті ауыстырдық. Сосын багажникті ауыстырдық. Құда қаласа біткен кезде бір несін түсірем.